Сәуір махаббаттың символына айналған Қозы Көрпеш баян сұлу мерекесі екені баршамызға аян. Осыған орай біз қала тұрғындары арасынан сауалнама жүргізетін боламыз. 15 сәуір. Неліктен Ден Валентин емес? Оның просто мағынасын түсінбеймін да, ол не күн екен. Екеуін бірін таңдаймын да. Ден Валентин. Неге? Орыстардың махаббат күні ғой. 15 сәуір. Неліктен? Ден Валентин біріншіден бұл қазақтың мейрамы емес, ал 15 наурыз сәуір бұл қазақтардың мейрамы. 15 сәуір. Неліктен? Қозы Көрпеш. 15 сәуір. Қазақтың. Неліктен? Түсінбедім. Неліктен? Енді қазақтың несі болғаннан кейін, дәстүрі болғаннан кейін жаңағы 15 сәуір. Қазақ болғасын бізге жар. Пока День Валентина. Ден Валентин. Өйткені баяғыдан бала кезден Ден Валентина негізгі біздің праздник емес, бұл әрине біздің мейрам емес. Бірақ өзім соған жақынмын. Орыстың салт дәстүріне. Әрине қазақтың өзінің ұлтымдікі бірінші қоямын, бірақ орыстікінде екінші қоямын. 15 сәуір Қозы Көрпеш. Неге? Қазақтікі өткені. Есімде шығар. Есімде. Ең алғашқы махаббатым есімде емес. Есімде. Бұл қандай ой? Ұмытып қалдым уже. Ең бірінші махаббатты. Ой, баяғыда болған, енді бірінші класс қой. Есімде ме жалпы? Жоқ, есімде емес. Аты да есімде. Ой, есімде емес. Ең алғашқы махаббат, және ол ең соңғы деп те ойлаймын, өйткені ол жүрекке бір өзгеше болып қалады. Өмірде ұмытылмастай ол тәтті сезім. Өтіп, бірақ ол кезде Ден Валентин болды. Жоқ. Көреміз. Ойланамыз. Атап өтем, я. Қызым жоқ, сондықтан атап өтпеймін. Егер болса? Болса атап өтпеймін. Жоқ. Я. Махаббат деген екі адамның бір-біріне адал сезімін білдіріп, бір-бірінің пікірін сезімдейтін адамдар. Жоқ, махаббат дегенді қалай түсінесіз? Махаббат ең күшті сезім деп ойлаймын. Махаббат деген ол екі адамның бір-біріне деген құрметі, сүйіспеншілігі, бір-біріне деген сыйластығы. Махаббат мен үшін сыйластық. Махаббат деген ол сезім, ұлы сезім ғой бір жақтан. Махаббат деген көп қой, әртүрлі түсінігі бар, адам өзіне байланысты. Қалай түсінесіз? Махаббат, өміріне махаббат болады, ата-анасына махаббат болады. Жалғыз қызға келу деген дұрыс емес қой. Махаббат деген ол сезім да, махаббат ол сондай четкий определение жоқ махаббатта. Әр адамда өзінің определениесі бар. Махаббат деген ол кешіресіз, точно айта алмаймын қазір. Махаббат, анаға деген махаббат, жануарға деген махаббат. Махаббат ол бір адамды бір-біріне жақындастыратын сондай бір керемет сезім. Махаббат деген біреуге сенімділік, біреуді жақсы көру, сол адамды. Білмеймін. Немесе, сіз болды ма ондай жағдай? Сіз мысалы бір қызды ұнатасыз, бірақ ол сізді кеудеңізден итереді. Болды. Сондай нәрсені френдзона дейді. Френдзона... Білмеймін. Френдзона дейін ба? Жоқ, білмейді екен. Френдзона өзіне жақындатпай, дос ретінде қабылдау. Френдзона. Ой, айту қиын екен, честно. Жолдас, махаббат дегенді қалай түсінесің? Махаббат деген ыстық сезім, ерекше сезім. Сенің алғашқы махаббатың есіңде ма? Әрине есімде. Оны қалай сипаттайсың? Ол ма? Ол өте ерекше, есте сақталып қалады, ешқашан оны ұмыта алмайсың. Сол? Ну, хорошо дейсің. Болған сияқты. Осылай қысқа